Ассалаумағалейкум құрметті достар. Бүгін біз 42.500 теңгеге өтініш тастап үйренеміз. Ол үшін браузерді ашамыз. Адрестер енгізу қатарына 42.500.еңбек.kz деп енгіземіз. Сайт ашылады. Сайт ашылған соң «Отправить заявку» дегенді басуымыз қажет. Одан кейінгі шыққан бағанға өзіміздің мобильді нөмірімізді жазамыз. Сосын «Далее» батырмасын шертеміз. Алдымызда «Извините из-за большое количество» деген қате шығуы мүмкін. «Далее» батырмасын бірнеше рет басамыз. Біршама уақыттан кейін жаңағы енгізген нөмірімізге SMS келуі қажет. Сол SMS кодты ағымдағы бағанға енгіземіз. «Далее» батырмасын шертеміз. Өзіңіздің категорияңыз таңдайсыз. Егер сіз жауапкершілігі шектеулі серіктестікте жалдамалы жұмысшы болсаңыз, соны таңдайсыз. Егер жеке кәсіпкер болсаңыз, өз-өзіңізді жұмыспен қамтитын болсаңыз, самозанятый ИП деген таңдайсыз. Ал егер жеке кәсіпкердің қолында жалдамалы жұмысшы болсаңыз, үшінші бағаны таңдайсыз. Менде жеке кәсіпкерлік. Өзімнің жеке иінімді енгіземін. Аты жөнім, тегімді әкемнің атын енгіземін. Келесі бағанға өзімнің шот нөмірімді енгіземін. 20 символдық. Достар, егерде сіздерде шот болмаған жағдайда бұл бағанды толтырмай кетуіңізге болады. Бір ай көлемінде Қазпошта или Народный банкке барып шот аштыруыңызға болады. Email поштаны да енгізу міндетті емес, бірақ менде email пошта бар, оны енгіземін. Даю согласен на сбор обработка деген бағанға белгіше қойып, подать заявкуды басамын. Көріп отырсыздар, менің өтінішім жіберілді. Егер сіздің өтінішіңіз қанағаттандырылған жағдайда 14-14-тен сообщение келеді сізге. Міне осымен өтініш жіберу аяқталды. Назарларыңызға рахмет.